Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып дүниетану пәні 11-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отбасындағы қамқорлық. Бүгін сендер отбасы мүшелеріне қалай қамқорлық жасау керек екенін білетін боласыңдар. Әр отбасының өз тіршілігі бар. Отбасындағы ең басты тәрбие ата-ана балаларының татуы болып, бір-біріне қамқорлық жасауына баса назар аударады. Ата-ана балаларын жан-жақты етіп тәрбиелеп өсіреді. Оларға үнемі қамқорлық көрсетеді. Атасы мен әжесіне де көмектесіп, жағдайларын жасайды. Балалар үй жұмысына, үлкендерге көмек береді. Балалар, отбасыңда ата-анаң кімдерге қамқорлық жасайды? Атаң мен әжең үйде немен айналысады? Ата-анаң мен ата-әжеңді қалай қуантасың? Сен туыстарыңа қамқорлық жасай аласың ба? Оларды қандай ісімен қуанта аласың? Сен бұл сұрақтарға қалай жауап берер едің? Балалар, қазақ халқында мынадай мақал бар. Отан қуат, отбасы шуақ. Бұл мақалдың мағынасы, адам өмірінде отан күш қуат беретін үлкен ұғым болса, отбасы жанды жылытып, өмірге мән беретін ең жақын орта. Екеуі де адам үшін аса қымбат, бірін-бірі толықтырып тұрады. Балалар, отбасы адамның ең қымбат байлығы. Отбасы сені үнемі қолдап отырады. Оларды өз жетістіктерімен жиі қуантуға тырысыңдар. Балалар, сендер өте кереметсіңдер. Қамқорлық бұл жақсы сөз айту, көмектесу, үлкендерді тыңдау. Әрқашан отбасыларыңа мейірімді болыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.